Өттің нашарлауы. Өт қабы бізге не үшін керек және ол не істейді? Өт тағамды қорыту үшін қажет. Ол майларды ерітеді. Ұйқы безі сөлінің бөлінуін ынталандырады. Өт қабының белсенділігі майлы тағам 12 ел ішектің қуысына түскен кезде басталады. Оның қабырғасынан холецистокинин гормоны бөлінеді. Ал бұл гормон өт қабының жиырылуына әкеледі. Соның нәтижесінде өт 12 ел ішектің қуысына ағады. Өт бауыр жасушаларында түзіледі және бауыр, ішілік және бауырдан тыс өт жолдары арқылы өт қабына түседі. Сол жерде ол қоюланады. Сондықтан Тибет медицинасында өт қабын тағамды қорытуға көмектесетін дәмдеуіштер салынған кішкентай қашықпен салыстырады. Осы роликтің соңында мен сіздерге екі нүктені көрсетемін. Сол нүктелерді басу арқылы өттің ағуын жақсартуға болады. Өттің нашарлауының белгілері және ол қалай пайда болады. Өттің нашарлауы екі түрлі болады. Өттің ағуының бітелуі және созылмалы өттің нашарлауы. Жедел нашарлау кезінде кез келген адам оны бірден түсінеді. Өйткені адам ағзасында тәулігіне шамамен 600 мл өт өндіріледі. Егер қандай да бір себеппен, көбінесе өт тас ауруы кезінде тас өт жолына түсіп оны жауып қалса, онда өттің ағуы тоқтайды. Әрине, өт өндірілуін жалғастыра береді. Нәтижесінде өт қабы мен өт жолдары созылып, бұл өте қатты ауырсынуды тудырады. Көптеген пациенттер бұл ауырсынуды іштен 100 ит тістеп жатқандай деп сипаттайды. Егер бұл тас жалпы өт жолы мен ұйқы безі жолы қосылатын жерден кейінгі өт жолын жауып қалса, онда өт ұйқы безіне кері кетеді. Соның салдарынан ұйқы безі сөлінің бөлінуі күшейеді және бұл сөл өз безін өзі қорыта бастайды. Бұл жедел панкреатитке әкеледі. Ал бұл өмір үшін өте қауіпті және өте ауыр жағдай. Ұйқы безіндегі әртүрлі ісіктер де жалпы өт жолын қысып, өттің нашарлауына себеп болуы мүмкін. Мен айтып отырғандардың бәрі өттің механикалық нашарлауы, яғни механикалық сарғаю туралы. Бұл жағдайда адамның көзі мен беті сарғаяды, ал нәжіс ағарады. Себебі билирубин өт арқылы шықпайды және нәжіске түс беретін стеркобилин түзілмейді. Зәр қараяды. Сондай-ақ адамда қатты қышу пайда болуы мүмкін. Бұл өт қышқылдарының қанға түсуінен болады, ал олар қышуды тудырады. Мұндай өттің нашарлауын кез келген адам дәрігердің көмегінсіз ақ өзінде байқай алады. Әрине, созылмалы өттің нашарлауы да болады. Мен бір нәрсені атап өткім келеді. Созылмалы өттің нашарлауы көбіне таңғы ас елемейтін адамдарда пайда болады. Түн ішінде өт қабындағы өт қоюланады. Сондықтан таңертең майы бар бір нәрсе жеу қажет. Сол себепті Тибет медицинасында таңғы астың негізгі өнімі майлар деп айтылады. Өйткені олар өттің бөлінуіне көмектеседі. Егер біз мұны жасамасақ, өт қоюлана бастайды. Ал өт қабындағы өттің нашарлау үдерістері күшейеді. Уақытында тамақтанбайтын және тамақтану тәртібін сақтамайтын адамдарда да жылдар өте келе өт қабында өттің нашарлау үдерістері пайда болады. Өттің нашарлауына өт жолдарының және өт қабының дискинезиясы да әкеледі. Бұл өт жолдарының түрлі иілуі мен бүгілуі. Өттің нашарлауы несімен қауіпті? Өт қабында тастардың пайда болуының екі жолы бар. Біріншісі өттің құрамының өзгеруі. Өттің құрамында холестерин көп болған кезде бұл холестерин кристалдана бастайды. Нәтижесінде холестеринді тастар пайда болады. Бұл тек өттің құрамы өзгерген кезде болады. Ал өттің құрамы өттің нашарлауы кезінде өзгереді. Екінші жол билирубинді тастардың пайда болуы. Бұл ағзада билирубин деңгейі көтерілген кезде болады. Мысалы, бауыр цирроз сияқты жағдайларда. Билирубин өт қабының қабырғаларында жиналып, біртіндеп тасқа айналады. Созылмалы өттің нашарлауын емдеу. Тибет медицинасында созылмалы өттің нашарлауы өте тез және тиімді емделеді. Өттің ағуын жақсартатын көптеген шөп қоспалары бар. Бірақ егер сізде өт тас ауруы болса, Тибет медицинасының дәрігері міндетті түрде өт қабына ультрадыбыстық зерттеу жасатуды сұрайды. Егер ультрадыбыстық зерттеу кезінде тастардың эхогендігі байқалмаса, Тибет медицинасының дәрігері бұл тастарды ерте алады. Ал егер эхогендігі жоғары болып, тастар қатайып кеткен болса, яғни олар сізде ұзақ уақыт бойы жиналған болса,
5 жылдан көп. Онда көбінесе ештеңе оларды ерте алмайды. Осы жерде бір маңызды нәрсені айтқым келеді. Егер сізде өт тас ауруы болса, өз бетіңізше өт айдауға тырыспаңыз. Бұл өте қауіпті. Өт жолында тастың тұрып қалуының қаупі туралы мен осы роликтің басында айттым. Бұл өте ауыр және өмір үшін қауіпті. Өттің ағуын жақсартуға арналған пайдалы ұсыныстар. Біріншісі, тамақ алдында ыстық су ішу. Бұл өте қарапайым, бірақ өттің нашарлауының алдын алудың өте тиімді тәсілі. Екіншісі, таңғы асты өткізіп алмау. Таңғы ас кезінде майды тағам жеу керек. Өйткені түнде қоюланған өтті шығару қажет. Үшіншісі, физикалық белсенділік. Біз қозғалған кезде өт жақсы бөлінеді және ағзада жақсы шығарылады. Төртіншісі, тағамға жылытатын дәмдеуіштер қосу. Имбирь, кардамон, даршын, куркума, қарабұрыш. Бұл дәмдеуіштердің барлығы өттің жұмысын жақсартады. Соңында мен сіздерге өттің жақсы ағуы үшін массаж жасау керек 2 нүктені көрсеткім келеді. Бірінші нүкте бауыр нүктесі. Біз бұғананы сезіп, төс сүйегінің жиегімен төмен қарай жылжымыз. Бірінші ойық, екінші, үшінші, төртінші және бесінші. Міне осы жерде төс сүйегінің оң жақ шетінен сәл ғана жерде көптеген адамдарда бұл нүкте аздап ауырсынуы мүмкін. Мен өзімде байқап көрдім. Басқанда жеңіл, тіпті жағымда ауырсыну сезіледі. Бұл бауыр нүктесі. Егер сіз бұл нүктені сағат тілі бағытымен уқаласаңыз, тым қатты да емес, тым жеңіл де емес, орташа қысыммен және бір қалыпты тыныс алып отырып жасасаңыз, жақсы әсер береді. Бірақ оны 1 минуттан артық жасауға болмайды. Екінші нүкте. Осы сызықпен төмен қарай жүріп, төс сүйегінің семсер тәрізді өсіндісін және қабырға доғасының басталуын табамыз. Қабырға доғасы осылай өтеді. Сол қабырға доғасының шетінде семсер тәрізді өсіндіден саусақпен төмен қарай қабырғаға қарай басамыз. Бұл жерде өт қабының нүктесі орналасқан. Осы нүктені де сағат тілі бағытымен уқалау керек. Сонда өттің ағуы жақсарады. Мұны тамақтан бірнеше минут бұрын немесе оң жақ қабырға астында жайсыздық сезілген кезде жасауға болады. Егер сіз мұны тұрақты түрде жасасаңыз, өттің нашарлауы болмайды. Сау болыңыз.